сіздер босағада тұрмаңыздар. Апа, босағада енді келіп тұрады. Сіз төрге жайлаған операторлар тұр ғой, соның қасында тұрыңыз кәнеке. Апа, сол жақтан көке, оператордың қасында терминатор болып тұрыңызшы осылай. Баяғыда Қабанбай қандай болды, Бөгенбай қандай болды деп ойлайтын. Соғысы примерно Темірбек ағамыздай болды ау деп ойлаймыз. Адамның атын біліп қойған ау сіздің атыңызды Темірбек деп. Мысалы, темір дейсіз ғой көке. Темірге жақынсыз, қапасқа жақынсыз. Өзі деймін да, көрдіңіз ба? Өйткені Темірбек деп азан шақырып қойған ғой жаңағыдай. Мысалы, вообще бір құлағыңызға металл деу керек еді сізге. Енді дұрыс енді әзілдеп ойнап, айтпақшы ой, апа мен өзім таныстырып кетейін. Мына сөйлеп тұрған тамада қайдан келді, қай жердің жігіті десеңіздер, біздің келген жеріміз Атырау мұнайын сатып, Қостанай бидайын сатып, Қарағанды шахтасының ақшасын беріп, Шымкент мақтасының ақшасын беріп, әйтеуір түгел қазақтың байлығына салынған Нұрсұлтан дейтін қала бар. Сол Нұрсұлтан дейтін қаланың Көкшетау дейтін көршісі бар. Міне сол Көкшетау қаласынан, Ерке Есілдің жағасынан, қаптаған қалың арғынның арасынан Керейдің тойында керіліп, маңдайдағы терін табанынан төгіліп аққанша қызмет көрсетейін деп аттан түскен бетім осы құрметті ағайындар. Есімім Әлібек Серғалиев, арғынның бір жапырақ баласы болып, ауылындағы 60 шал мен 70 кемпірдің сәлемін қабыл алыңыздар. Қалай апа, күшті айтып жатырмын өзіңді? Өткенде осылай таныстырып жатсам, бір әже айтады, басты қатырмай, Көкшетау деп айта салмайсың. Түгел Қазақстанды аралап, адам жынына тиіп деп, бетімді қайтарып тұр осылай. Енді жаңа бетімді қайтарып тұр дегеннен көріп тұрсыздар, Аллаға шүкір бар. Құдай берген өнер ғой бұл. Бізді халық еркелетсе, бетімізден қақпаса, бәрінің көңілін көтеріп, той қалай басталды, соңына дейін солай қызмет көрсетеміз. Бірақ бір әлгі атамыз айтады, біреу жағыңды сындырса да, сағыңды сындырмасын деп. Бетіміз бір қайтып қалса, қайтып қалады екенбіз. Жаманғы сияқты төркінімі кетейін деп тұрып қалуымыз мүмкін. Бұны айтып жатқан себебім 250 адамды тойға шақырып, 250 адам. Қырсыққанда бәрі жетіп кетті жерге. Енді сыйлағасын келіп жатсыздар ғой, рахмет. Бірақ қазір тілек айтамыз ғой, апа. Әрқайсымыз шығып алып, жарты сағаттан сөйлесек, ана екі баланың пішпет ойынан бірақ шығамыз. Сосын мынау коронавирус деген нәрсе ауру бар ғой, мынау микрофон арқылы жаман жұғады екен ағайын. Сондықтан мен сіздерге жаным ашығаннан кейін өзі керейлер көп емеспіз ғой, денсаулықтарыңызды сақтап, сол сөйлемей ақ қойсаңыздар да болар еді деп жатқаным ғой. Шығайық топырлап, 20-30 адамнан бірақ бәрі сөйлемей, бір 3-4 ғана сөйлесін. Біраз жасқа келген, көріп қалған солар сөйлесін болды. Кому уже терять нечего. Қалғандарымыз жай шығып суретке түсіп орнымызға қайтайық. Кестік осыған? Все, шапалақ онда!